Сұлтан қаласында ақылы автотұрақтардың саны көбейе бастады. Құзырлы мекемелер қалада орнатылған паркоматтардың кейбіреулері заңсыз екенін анықтаған болатын. Сағатына 100 теңгеден төлеген халықтың ақшасы қайда, және ақылы автотұрақтардың кімге пайдасы бар? Нұр-Сұлтан қаласы тұрғындары көп қабатты үйлердің маңында ақылы тұрақ белгілерінің орнатылғанына наразы. Ақылы тұрақтарды айқындайтын белгілер көптеген тұрғын үйлердің маңында қойылып жатыр. Таңғы сағат 8-ден кешкі сағат 20:00-ге дейін күніне 1200, ал айына 36.000 теңге. Бағасы удай деп наразылық білдірген халық әлеуметтік желіде шулатып жатыр. Жалпы ақылы автотұрақтар жүйесі елордада 2017 жылдың маусым айынан енгізіле бастады. Мәселен, қазір Нұрлы жол вокзалында, аэропортта өз көліктерін қойғандар тұрақ үшін ақы төлеуге міндетті. Нұр-Сұлтан әкімдігінің ақпараты бойынша Есіл және Сарыарқа аудандарында 4000-нан астам орынды ақылы ету жоспарланып отыр. Ақылы автотұрақтардың баға саясатын Нұр-Сұлтан қаласының мәслихаты бекіткен болатын. Ол туралы жергілікті әкімдік хабарлады. Қазіргі таңда ақылы парковкалар қазақстандықтар үшін мүлде қолайсыз жағдай. Себебі бір сағат үшін өте көп ақша алады. Кейбір адамдар бос емес болады, әсіресе карантин кезінде. Больницада бірнеше сағаттап кезектерін күтіп тұрған адамдарға да ақылы парковка қойылған. Ол жерде сағатына қарай бағасы да өсе бастайды. Бұл мүлде қолайсыз. Тым болмаса карантин кезінде оларды тегін қылып қоюға болатын еді. Негізі платный парковкалар көбейіп кетті. Осы біздің қаламызда қазіргі таңда. Кейбіреулер даже заңсыз істеп жатыр, бірақ білмейміз қайсы заңды, қайсы заңсыз екенін. Бұл біздің водительдерге өте қолайсыз, өйткені бір сағатына 100 теңгеден алады. 5 сағат тұрсам, уже 500 теңге кетіп қалады. Мысалға алатын болсақ, қазіргі темір жол, аэропорттарда тоже сондай платный парковкалар болып жатыр. Ақылы тұрақтарға көлігіңізді қоятын болсаңыз, 30 минут ішінде төлем жасауыңыз керек. Әйтпесе 3 айлық есеп көрсеткішпен 8334 теңге айыппұл төлейсіз. Алайда қала әкімдігі кейбіреулерін заңсыз деп тапқан болатын. Жүргізушілер енді төлеген ақысын қалай, қашан қайтара алады? Оларды сол мәселе алаңдатып отыр. Арнайы Еуразия ұлттық университеті үшін.